Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Кітапхана меңгерушісі Бейсенбекова Жаңыл Қаметқызы. Біздің колледжіміздің кітапхана қоры философия, психология, дінтану, экономика, менеджмент, инновация салалары бойынша 100 жаңа оқулық жобасының аясында қазақ тіліне аударылып шығарылған жаңа кітаптармен толықтырылды. Жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасына аясында іске асырылды. Оқырмандарымызға әлем классикасының, қазақ әдебиетінің алтын қорындағы аса құнды шығармаларды оқыту, сол туындылардың рухани маңыздылығын жеткізу, рухани мұраны сақтау, жастарды ана тіліне деген сүйіспеншілігін арттыра отырып, туған жеріне, еліне деген патриоттық сезімді ояту. 100 кітап жобасы 3 тілді білім алуды қолдауға, өз халқының тарихын, мәдениетін оқып зерттеуге, қазақ тіліне аударылған орыс және ағылшын тілдерінде әдебиеттерді оқу арқылы басқа мәдениетті тануға бағытталған. Колледжіміздің сайтында кітаптардың мазмұны мен мәтінін толық онлайн оқуға болады. Сайтта сілтемесі көрсетілген.